Сәлем достар. Бүгін біз Олжас Ибраевтың бәрі өз қолында фильмін талдаймыз. Бүгінгі талдауда біз тек фильмді ғана қарастырып қоймай, сонымен бірге өмірлік маңызды сабақтарды да бөлісеміз. Фильм 2024 жылы жарық көрген қазақ киносының ерекше туындысы. Бұл фильм жанр жағынан романтикалық шытырман оқиға мен мотивациялық мелодраманың үйлесімі болып табылады. Фильмнің басты кейіпкері өмірдің мәнін жоғалтқан 40 жастағы әйел. Үмітсіз сәтте тағдыр оған жас кезіндегі қателіктерін түзету мүмкіндігін береді. Бұл мүмкіндік арқылы ол өз өмірін қайта қарастырып, маңызды шешімдер қабылдайды. Фильмде уақыттың өтуі, өткен мен қазіргі арасындағы байланыс, сондай-ақ адамның ішкі өзгерісі басты тақырып ретінде қарастырылады. Әселдің көңіл-күйі ең алғаш сыныптастарымен кездесуге барған сәтінде айқын көрінеді. Ол жерден қуанып емес, керісінше көңілі түсіп қайтады. Себебі сыныптастарының барлығы өмірде бір-бір жетістікке жеткен, ал өзі ештеңеге қол жеткізбегенін сезінеді. Осы кезде ол алғашқы махаббаты Тимурды кездестіреді. Бірақ Тимур да бақытсыз болып шығады. Ол жас кезінде Әселге ғашық болған жігіт. Әселді сол ауылдың бұзақы жігіт алып қашқан болатын. Тағдырдың салғаны осы екен деп, елдің сөзінен қорқып, сол жерге келін болып қалып қойған. Сол бақытсыз некеден кейін өмірі мәнсіз өткендей күй кешіп, ақыры ажырасып тынады. Өз өмірінің жолы болмағанына, жіберген қателіктеріне налған Әсел үмітсіз сәтте суға батып, өзіне қол жұмсамақ болады. Бірақ дәл сол кезде тағдыр оған екінші мүмкіндік сыйлап, ол жастық шағына қайта оралады. Енді бұрынғы қателіктерін түзетуге, жаңа таңдаулар жасауға жол ашылады. Осы арқылы ол бәрі өз қолында екенін түсінеді. Фильмде басты кейіпкердің өткен өміріне оралуы оның қазіргі жағдайына әсер етеді. Бұл уақыттың өтуі мен адамның өзгерісі арасындағы байланысты көрсетеді. Өткендегі қателіктер мен таңдаулар қазіргі өмірге қалай әсер ететінін зерттейді. Басты кейіпкердің өмірдің мәнін жоғалтуы және оны қайта табуға ұмтылуы фильмнің негізгі тақырыбы. Бұл адамның ішкі әлемін, өзін-өзі тану процесін және өмірдің шынайы мағынасын іздеуді көрсетеді. Асыл Сағатова басты рөлді өте шебер орындаған. Оның кейіпкері жан-жақты және терең, оның ішкі күресі мен өзгерісі көрерменге әсерлі жеткізілген. Сырым Қашқабаев, Азиз Бейшеналиев және Қажет Смағұл қосалқы рөлдерде өздерінің актерлік шеберліктерін көрсеткен. Фильмнің тақырыбы мен негізгі идеясы өткен мен қазіргі арасындағы байланыс және өмірдің мәнін іздеу. Басты кейіпкердің өмірі тұрақсыз, көңілі бос, бірақ күтпеген сәтте ол жас кезіндегі қателіктерін түзету мүмкіндігіне ие болады. Мұндағы басты ой, әр адам өз өмірін қайта қарауға, өзгерістер енгізуге және ішкі күшін ашуға қабілетті. Өткенді өзгерте алмаймыз, бірақ бүгінгі таңдауларымыз болашағымызды анықтайды. Фильмнің негізгі айтпақ болған идеясы, адамның өзгерісі тек сыртқы жағдайдан емес, ішкі шешімінен басталады. Бізді қоршап тұрған адамдар маңызды болғанымен қашанда соңғы таңдауды тек өзіміз жасаймыз. Өмірдегі барлық мүмкіндік біздің қолымызда. Қолымыздан келген әрекет арқылы ғана біз өз тағдырымызды жасаймыз. Барлығы өз қолыңда. Тек таңдау жасап, өзгеріске батыл қадам жаса.